Әлемде шамамен 7000-нан астам тіл бар. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне сәйкес, соның 2 аптада біреуі қысқарады. Ал тілі жойылған жұрттың өзі де жойылатыны анық. Сондықтан бұл бүкіл әлемді алаңдатып отырған мәселе. Осы ретте 2010 жылы ЮНЕСКО жоғалу алдында тұрған әлем тілдерінің атласын жазды. Оған 2500 тіл мен диалект енген. Бір ғана Еуропада жойылу қаупі төнген 212 тіл бар екен. Сондай-ақ тағы 13-і таяу арада мүлдем жоқ болады деп болжанды. Сонымен қатар бұрынғы КСРО құрамында болған елдердегі тілдер де бар. Мәселен, Молдованың оңтүстік батысында қолданылған ғағауыз тілі, Латвияда таралған лив тілі, Ресейдің кей аймақтарында қолданылған саам, вод тілдері және Литва, Украинада, Польшада таралған қарайым тілі. Дерекке сүйенсек, дүние жүзінде 200 тіл мемлекеттік тіл мәртебесін алған. Соның бірі қазақ тілі. Жалпы қазақ тілі қандай тіл? Алдымен содан бастайық. Қазақ тілі төп тамырын сақтаған көне тіл. Қазақ тілі болып құрылғанға дейін түрлі этно ұжымдардың, тайпалық одақтардың тілі болды ғой. Оған енді мысал ретінде профессор Нұргелді Уәлиев өзінің мақаласында қазақ тілінен табылған санскрит, яғни үнді Европа тілдерінің ата тілі болған тілдің грамматикасындағы сөздерді мысалға келтіреді. Көз алдарыңызға елестетіңіздерші, үнді Европа тілдері кезінде бір ата тілден тараған. Сол ата тілдегі сөздер қазақ тілінде бар. Мысалы, арасан сөзі аррашан деген санскриттің сөзі. Демек, қазақ тілі сонау көне дәуірден өзінің тамырын жоғалтпай, сол тілде сөйлеген ұлттар жойылып кетпей, басқа бір жаңа қауымдастықтарға ұласып тіл өстіп біздің заманымызға жеткен тіл. Тіл әлеуметтік жағдайына қарай сау және сырқат тілдер деп бөлінеді. Сырқат демографиялық тірегінен айырылуға шақ тілдер болса, сау тілдерге демографиялық тірегі мықты, әдебиленген, мемлекеттік мәртебесі бар тілдер жатады. Саламатты тіл деген қандай тіл? Саламатты тіл деген сырттың әсерін игеруге тырысатын, сырттың әсеріне қарсы тұру механизмдері бар. Механизмдері әр кезде жұмыс істеген тіл. Мысалы, Ямайка деген арал бар, сол аралдың тілі сырқат тілге жатады. Сол аралда тұратын көне жаңағы байырғы тайпаның тіліне әбден ағылшын тілінің сөздері араласып, сол ағылшын тілінен ешқандай игерілмей қабылданып кеткен. Оны пиджи немесе креол тілдер дейді. Осындай тілдер бар, сырқат тілдер. Оның жанында енді Аллаға мың шүкір, біздің тіліміз саламатты тіл болып табылады. Мамандардың айтуынша, қазақ тілі қатпар тарихында басынан керемет өркендеген дәуірлерді өткізген тіл. Мысалы, Алтын Орда кезінде біздің түрік хандығының тілі ол үлкен бір империяның тілі болған десе де болады. Империяның тіліндей мәртебесі сондай болған. Александр Невскийдің дулығасында Құранның сөздері жазылған деген. Ол қайдан шықты дегенде, ол жаңағы Алтын Орда империясы тұсындағы сол империяға бағынышты жерлердің билеушілері сол тілді қолданған дегенді дәлелдейді. Қазақ тілі ең бай, ең көркем, шырайлы тіл. Сөздік қоры жағынан әлемде үздік үштіктің қатарында тұр. Дүниедегі ең бай тіл арабтың тілі. 11.200.000 лексиконы бар. Одан кейінгі бай тіл ағылшынның тілі. Ағылшынның тілі 750.000 лексиконы бар. Одан кейінгі Құдайға шүкір қазақтың бай, шырайлы, құнарлы тілі 500.000 лексиконы бар. Мен бұрыннан айтып жүрмін. Араб тілі басты тіл, парсы тілі тәтті тіл, түріктің тілі өнерлі, шырайлы тіл. Сол өнерлі тілдің ішіндегі ең шырайлысы да, ең құндысы да, ең соң сақталған да, ең байы да қазақтың тілі. Кеңес кезінде қазақ әдеби тілі 1917 жылдан кейін ғана қалыптасты деген қасаң пікір болған. Алайда ғалымдар мұны жоққа шығарып, қазақ кітаби тілі ауызша негіздегі жалпы халықтық тілдің базасында қалыптасты дегенді дәлелдеді. Біздің жазба және сөйлеу тіліміздің арасында айырмашылық көпке дейін болған жоқ. Ал өзгелерде бұл байқалады. Орыс тілінің мысалы сөйлеу тілі мен әдеби тілінің, яғни стандартталған жазба тілінің арасында айырмашылықтар көптеп кездеседі. Ескі кітаби тіл деген тіл болған. Ол ескі кітаби тіл орта ғасырлардан бері қарай, бертінгі кезге дейін
барлық түркілерге ортақ жазба тілі ретінде қызмет атқарған. Жазу да ортақ болады, оқығанда әртүрлі оқылады. Осы ескі кітаби тілдің негізінде біздің әдеби тіліміз құрылу керек дегенде Байтұрсынұлы бұл тенденцияны түбірімен жалпы халықтық тілге қарай аударып жібереді. Сөйтіп қазақ әдеби тілі қазір бүкіл халыққа түсінікті лексикалық бірліктердің негізінде дамып қалыптасты. Ахмет Байтұрсынұлының араб графикасы негізінде дайындаған қазақ ұлттық жазуы тұңғыш әліпбиі әлемдік лингвистикада феномен әліпбиі ретінде танылды. Бұл кісінің жасаған қазақ әліпбиінде әріптің саны тілдегі дыбыстың санынан әлдеқайда кем шыққан. Ал дыбыстық әріптік жазуға арналған әліпбилерде әдетте әріп саны мен дыбыс саны тең түсіп жатады, болмаса әріптің саны дыбыстың санынан көбірек болып кетеді. Ал Байтұрсынұлы да керісінше неғұрлым аз әріппен соғұрлым көп қазақтың дыбысын таңбалап берген әліпби болған. Қазіргі кезде қазақ тілі мемлекеттік тіл. Оған бұл мәртебе 1989 жылы берілді. Дәлірек айтқанда, сол жылы тіл туралы заң қабылданды. 1992 және 1995 жылдары қабылданған Конституцияда да мемлекеттік тіл қазақ тілі екені тайға таңба басқандай көрсетілген. Ал 1997 жылы 11 шілдедегі заңда ол тек қазақтың ғана емес, Қазақстанда тұратын барлық ұлттардың ортақ тілі екені соқырға таяқ ұстатқандай жазылған. Сондай-ақ тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2011, 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламалары шықты. Түйгеніміз, түрлі тарихи кезеңдерді талай тауқыметті бастан кешірсе де, төрден түспеген тілімізді тәуелсіздік туын тіктегеннен кейін төмендетпеудің тәсілдерін тізбектеп әлекпіз. Неге? Мәселен, қылышынан қан тамған кеңес дәуірінде орыс тілінің үстемдігі басым болғанына қарамастан, қазақ тілі өзектілігін жойған жоқ. Профессор Нұргелді Уәли қазақ тілінің этосы, пафосы, логосы деген мақаласында сол кезеңде көркем әдеби тіл жақсы дамығанын жазады. Қазақтың ұлтым деген, жаңағы жерім деген адамдарының бәрін 37 жылы атты, бірақ тағы да адамдар шықты. Бекмаханов, Есенберлер елі үшін оларды қамады, тағы шығатын болды. Сосын ойланды жаңағы біздің коммунистік партияның басшылары. Мыналарды атып, түрмеге тоқтата алмайды екенбіз деді да, олар жазушылар одағы жасап қойды. Кітаптарын 100 000 тиражбен шығаратын болды. Дом творчества жасап қойды. Кішкентай қара стол берді, қоңыр телефон берді деген сияқты. Соныменен жер қайдан соқса соған жапырылатын зиялы қауым шықты Қазақстанда. Ол кезде бүкіл идеологияны халыққа жеткізіп, халықты бір тұтас бірегейлікте ұстап тұруға жұмыс жасаған күш жазушылар болған. Сондықтан жазушылық қатты дамыды, көркем әдебиет стилі керемет дамыды, стиліндегі туындылар көп болды деп айтуға болады. Біздің жазушылар сол, менің ойымша, сол жағдайды пайдаланып, өздерінің шығармаларын советтік идеология икемдеген болып, бет жақтарына, сырт жақтарына әдемі советтік образдарды жасап, бірақ ар жағында түбінде ұлттық құндылықтарды дәріптеді. Кеңестік кезеңде өмір сүрген көптеген мемлекеттер өз идеологиясында жазушыларға арқа сүйеген. Мамандардың сөзінше қазір жаһандану салдарынан идеология жазушылықтан журналистикаға ойысты. Ол баспасөздің, телевизия мен интернеттің дамуы. Бүгінде бұқаралық ақпарат құралдары бүкіл қоғамдық сананың даму бағдарын анықтап отырған доминант күшке айналды. Бір айта кетерлігі, посткеңестік елдердің барлығы дерлік ана тілін дамытуға айрықша мән беруде. Тіпті ұлы халықтың өзі ұлттық дәстүрдегі тілдік бірліктерін жаңғыртуды қолға алған. Олардың да старорусский письменный язык деген тілдер болған. Солар жаңғырып, қазір олар да оған жаңа мазмұн беріп, өзінің түбірлеріне қайтып келгісі келіп жатыр. Барлық посткеңістіктегі мемлекеттерде өзінің мемлекеттік тілін дамытуға ерекше күш салынып жатыр. Бұл олардың ортақ ұқсастықтары. Өзбекстанда өзбек тілі, Әзербайжанда Әзербайжан тілі, Қырғызстанда қырғыз тілі, Түркменстанда түркмен тілі, Қазақстанда қазақ тілі. Бұлардың барлығы кәдімгі өкімет, билік, мемлекет өзінің мемлекеттік тілін дамытуға арнайы саясат жүргізіп отыр, арнайы қаражат бөліп отыр, арнайы бағдарламалар жасап отыр. Өзгені қайдам, өз тілімізді дамыту үшін жасалған сол бағдарламалар нәтиже берді ме? Келесі әңгіме сол туралы өрбімек. Тәуелсіздік алған 25 жылда төл тілімізді тұғырына қондыру үшін тырысып жатырмыз, бірақ нәтижесі көңіл көншітпейді.
Әлеуметтік зерттеулерге сәйкес 2016 жылы Алматыда сауалнамаға қатысқан респонденттердің 78%-ы әртүрлі деңгейде қазақ тілін, 92%-ы орыс тілін меңгергені анықталды. Ал шамамен 16%-ы ағылшын тілін түрлі деңгейде біледі. Республикада өзге ұлт өкілдерінің 50%-ға жуығы отбасымен сөйлесуде туған тілін пайдаланса, басқа салаларда тілдесу орыс тілінде жүргізіледі екен. Неге? Тығырықтан шығудың жолы бар ма? Тығырықтан шығатын жол өте оңай, менің ойымша, бұл жаңадан мемлекеттік тіл туралы заң қабылдау. Біздің осы уақытқа дейінгі қазіргі қолданыстағы заңымыз осыдан 28 жыл бұрынғы шыққан, 89 жылғы қабылданған тілдер туралы заң. Бұл нақты қостілдікті дамытатын, қостілдікті сақтайтын, қостілдіктің өмірдегі жаңағы жұмыс істеуін қалыптастыратын заң. Біз қостілдіктің заңымен өмір сүріп жатырмыз, бірақ мемлекетте бір-ақ тіл бар дейміз. Мемлекет тіліміз қазақ тілі дейміз. Сондықтан ол екеуінің арасы жараспайды. Сондықтан осы дейміз, бір өл арада тұрған сияқтымыз. Өзге посткеңестік елдер тәжірибесіне сүйенсек, осы 28 жылда бірнеше заң қабылдапты. Мысалы, латыштар, эстондықтар 89 жыл тілдер туралы заң қабылдады, мемлекеттік тіл, олар тілдер демейді. Олар мемлекеттік туралы заң, олардың заңдарының бәрі. Дүниежүзінің барлық заңдары мемлекеттік тіл туралы заң деп аталады. Одан кейін барып 2004 жылы қабылданды, соңғысы 2015 жылы қабылданды. Өйткені әрбір уақыт өткен сайын тілдік ахуал өзгереді. Тілдік жағдай өзгереді, соған байланысты заң өзгереді. Біз әлі күнге дейін 30 жыл бұрынғы заңымызбен отырмыз да, сондықтан әлбір проблема шығады, оны бірақ шешетін заң жоқ бізде. Елімізде заңның осалдығы әсіресе көшеде көз сүріндіретін қателерден, жарымжан жарнамалар мен мүгедек маңдайшалардан, ақсақ аудармалардан айқын көрінеді. Оны түзетуге құзырлы органдар қауқарсыз. Біз құқықтық мемлекетпіз, демек бізге заң керек. Осылардың бәрін шешетін, бәріміз айтамыз. Прокуратура айтады, саясаткерлер айтады, парламент айтады да бәріміз білеміз. Неге мына жерде закусочный дегеннің қасына қазақша шайнама деп жазып қойған? Бұл не, бізді мазақтау ма, бұл қорлау ма, бұл боғауыз сөз ба? Бәріміз айтамыз да бәрімізден, енді оны не істей аламыз? Ешқандай істейтініміз жоқ. Оған жауап беретін заң жоқ. Әртүрлі стильдік, орфографиялық қателерге келген кезде, оны кез келген шағымданушы болсын, кез келген тексеруші болсын, кез келген мемлекеттік органның өкілі болсын, сол жарнаманың иесіне сіз мына жерде мынандай қате жібердіңіз деп айтуы мүмкін, ал бірақ сол тауып тұрған қатесін айтып тұрған өзінің сын түзетулерін ешқандай заңдық нормадан негіздей алмайды. Бақыт Қалымбеттің айтуынша, бізде жарнама туралы заң бар, бірақ онда жарнама мәселесін қарайтын белгілі бір уәкілетті орган белгіленбеген. Қазір Сәулет қала құрылысы басқармасына берілген бұл мәселе. Олар оның орналасуын айтайық, қай жерде қалай көшеде мысалы айтайық, көлік қозғалысына, жалпы таңдалған жері қандай, орналасуы қандай, оның жаңағы өлшемі қандай, көлемі қандай, бұл мәселелер Сәулет құрылысы басқармасының мамандары қарауы мүмкін. Ал енді ол жарнаманың мазмұны қалай, оның айтайық мәтініндегі қателіктер қалай деген мәселеге келгенде оны тіл басқармасына қарай жолдайды. Ал тіл басқармасы кәсіпкерлерге, жарнама берушілер мен жасаушыларға жай кеңес, көмек берумен ары кетсе қателерді түзету үшін ескерту жасаумен шектеледі. Өйткені міндеттеуге құзыреті жетпейді. Ерлердің киіміне байланысты мысалы айтайық, сорақы аударма мысалы айтайық, жаңағы мужские трусы дегенді қорқақ, ерлер қорқақ деп аударған мысалы айтайық. Ал сол қанша айтылды, қанша көтерілді сол мәселе. Бірақ сол көтерілгеннен кейін, айтылғаннан кейін, бірнеше уақыт өткеннен кейін мен барып бір дүкенде өз көзіммен сол сөз, мысалы сол затта сол сөздің әлі жазылып тұрғанын көзіммен көрдім. 3 күн уақыт беріп, 3 күн ішінде өзгертпеді ме, дүкенін жауып тастады 2 айға. Шырқап маңдайларына жазғалық қазақша. Өйткені дүкен 2 ай жұмыс істемесе ақшасы қалады. Бірақ нәрсе, оп-оңай нәрсе. Оларды мәжбүрлеу керек. Тіл туралы заңның 21 бабында көрнекі ақпараттың барлық мәтіні мынандай ретпен: мемлекеттік тіл сол немесе жоғары жағына, орыс тілінде оң немесе төменгі жағына орналасады, бірдей өлшемдегі әріптермен жазылады делінген. Аталған талап орындалмаған жағдайда ескерту жасалады. Егер 1 жыл ішінде қайталанса, шағын кәсіп иелеріне 10, орта кәсіпкерлікке 20, ірі кәсіпкерлікке 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады.
Ескерерлігі, бұл тек жарнаманың немесе ақпараттың екі тілде жазылуына ғана қатысты. Қате кеткен жағдайда заңда ешқандай шара қолданылмаған. Ал шетелде ше? Көшедегі жазбаларда жаңағы біздің айтқан ақсақ аудармалар тұрған уақыттарда оған міндетті түрде айыппұл салынады. Бірден салынады. Францияда керек десеңіздер, мен үлгі алатын өркениетті еліміз ғой. Егер сондай болса 5000 евро айыппұл салады. Жарнаманың қате болатыны оны мемлекеттік тілде жасайтын мамандардың жоқтығы. Себебі ол алдымен орыс тілінде жасалып, сосын қазақшаға аударылады. Оны кездейсоқ кісілер аударады. Орыс тілінде умные люди деген бар. Оның енді аудармасы ақылды адамдар болады. Мысалы, былай қарап тұрсаңыз ешқандай қателік жоқ. Дұрыс аударылып тұр. Екі сөзде, сөз тіркесі дұрыс аударылып тұр. Ал енді соны қазақ тілді ұғымда қазақша сөз саптауға салып келіп, естік кісі деп аударатын болсақ, ол енді кәдімгі көркемдігі жағынан да, жалпы қазақ тілінің өзінің сөздік қорын, байлығын, қазақ тілінің сондай бір керемет тіл екендігін сол бір екі ауыз сөз арқылы біз бүкіл көшелерде көрсетіп тұрар едік. Мамандар пікіріне сүйенсек, қазақ филологиясы факультетіндегі мамандықтарды қайта қарау керек. Бізде қазір қазақ тілінде жарнаманы жасай алатын маман жоқ. Бізде қазір классикалық филологтар дайындайды. Классикалық филологтар дегеніміз сол тілдің құрылысын оқытады, үйренеді. Олар не істей алады? Олар мектепте сабақ бере алады, ары кетсе аударма жасай алады, қала берді ішіндегі мықтылары ғылыммен айналыса алады. Тағы бір мәселе, Қазақстандағы барлық қаржы, энергетика, техникалық құжаттық қағаздардың екі тілде болуы. Біз осыдан біраз жыл бұрын орталық музеймен соттастық. Билет орыс тілінде екен. Біз айттық, неге заңға сәйкес билет екі тілде болмайды? Мен шындығында бір-ақ тілде болу керек, бірақ заңда екі тілде болған деп. Екі тілде болу керек деген ол да ақымақтық. Орыс тіліндегі билетті екі тілде аудару үшін 3 ай сотқа беру жеңілдік. Қанағаттандырған жоқ. Сонда сот айтады да, мынау заңда дейді, билет деген сөз жоқ дейді. Мен айтамын, финанстық құжаттар, техникалық құжаттар екі тілде болу керек деген соның ішіне кірмей ма? Финанстық құжаттарға, техникалық құжаттарға. Жоқ, билет деген сөз жоқ дейді. Қорқады. Біз министрлер, басшылар орысша сөйлейді деп ашуланамыз. Ол заңда жоқ. Сөйлеу тілін заңға кіргізуге болмайды. Себебі ол адам құқы. Адам қай тілде сөйлейтінін өзі таңдайды. Бірақ ресми және баспасөз жиындарында мемлекеттік тілде сөйлеуге міндетті дейді қоғам қайраткері. Мысалы, мынау облыстың әкімдері тағы басқалар орысша сөйлеген уақыттарда сол қазақ тілін жек көреді деп ойламаңдар. Мен мысалы көптеген жиналыстарда боламын, мысалы әкім, облыстың әкімі баяндама жасайды орыс тілінде, одан кейін мен шығамын, мен қазақ тілінде баяндама жасаймын. Сосын түсте екеуміз шай ішіп отырамыз. Сосын мен сұраймын, ол қазақша қалжыңдап әзілдеп отырады да. Мен сосын сұраймын, ойбай, сіз жақсы біледі екенсіз қазақ. Неге жаңа жерде қазақша баяндама жасамадыңыз? Сонда айтатын ол, дос, маған комфортын дейді да. Комфортын деген ыңғайлы. Орыс тілінде жасау ыңғайлы. Сондықтан ол орыс тілінде жасайды. Ол болашақты ойлап отқан жоқ. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл, оның міндеті екен, мемлекеттік қызметкердің міндеті екен ойламайды. Ол өзінің комфортын ойлайды. Дос Көшімнің айтуынша, Латвияда мемлекеттік тіл туралы заңға 12 бап қосылған. Бірін мысалға келтірсек, егер министрліктер өзінен төмен тұрған бағынышты бөлімдеріне мемлекеттік тілде емес, басқа тілде қағаз жіберсе, қомақты айыппұл салынады. Ал бізде ше? Бізде Қызылорда мысалы 95% қазақтар тұрады, қалған 5% қазақша сөйлегенде қазақты сүріндіретін. Соған оқу және білім министрі тағы басқалардың бәрі орыс тілінде жібереді екен. Бұлар қырсығып қазақ тілінде қайтарып жауап жазса, жоғарыдан бұйрық береді екен. Біз орысша жаздық, сендер орысша жіберіңдер деген. Сонымен бұлар орысша үйренуге тура. Біз орысша үйренуге алып келе жатыр. Негізінен мынау техникалық сала, біздің мысалы мынау энергетика саласымен, құрылыс саласымен айналысатын органдар, сол жерлерде көбінесе бізде әлінде құжаттар орыс тілінде жазылып жатады, хаттар көбінесе. Одан кейінгі сала мынау қаржы саласы, экономика саласы, қаржы саласы. Өйткені олардың анау компьютерлік бағдарламалары да әлі орыс тілінде, мысалы айтайық. Сондықтан бұны да мысалы айтайық үкіметтің деңгейінде, жоғары деңгейде шешуге мысалы айтайық тиіспіз. Дерекке сүйенсек, Алматыда шығыс құжаттарының қазақ тіліндегі үлесі 60%, ал мемлекеттік органдарға келетін хаттардың 40%-дан астамы қазақ тілінде, қалған 60%-ға жуығы орыс тілінде екен. Қолына қалам алып, мемлекеттік органға өтініш жазғысы келіп отқан азаматтардың көңілінде
ойында мынау мемлекеттік органдарда жұмыс істейтін шенеуніктер қазақ тілін жақсы білмейді. Сондықтан қазақ тілінде егер өтініш жазсам, менің ісім бітпей қалуы мүмкін, шаруам аяқталмай қалуы мүмкін, созылып кетуі мүмкін деген ойменен орыс тілінде жазуға мәжбүр болады. Мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыруға кері әсерін тигізіп отырған тағы бір жайт – бұқаралық ақпарат құралдарының салғырттығы. Рейтинг қуған телерадио арналар көпшілікке ең қолайлы кешкі уақытқа орыс тілді жобаларды эфирге шығарғанды жөн көреді. Ал қазақ тіліндегі бағдарламалардың басым көпшілігі жеңіл-желпі ойын-сауық жанрының шеңберінен шыға алмайды. Осыдан барып мемлекеттік тілде терең мазмұнды, тұшымды дүние шығаруға болмайды деген жаңсақ пікір қалыптасады. Көпшілік мемлекеттік тілдің қолданыс аясы тарылуының бір себебін үш тілділіктен көреді, бірақ ежелден араб, парсы, қытай, түркі елдерінің тілдерін еркін меңгерген ата-бабамыз өз ана тілін ұмытқан емес. Менің ойымша үш тілділікке қазақтар, оның ішінде қазақтың ұлтшылдары еш уақытта қарсы шыққан жоқ, біз қолдаймыз. Үш тілдікке қарсы шығып жатқан орыс тілдер. Себебі олар тек қана бір тілді біледі, енді екі тілді үйренуге тура келеді. Себебі 30 жыл бойы қазақ тілін үйренген жоқ. Орыс тілді қазақстандықтар үш тілдікке қарсы. Біздер екі тілді білеміз, біздің бәріміз қазақ тілділер. Бізге үшінші тілді үйрену оңай. Мысалы, Грузияда грузин тілі мен ағылшын тілі қазір орныққан қос тілділік. Прибалтика елдерінде де мемлекеттік тіл мен ағылшын тілі. Мына жаққа енді Азияға қарай қозғалсаңыз, ол тенденциялар әсіресе Қазақстанда да күшейіп жатыр. Бізде қазір үш тілде сөйлейтін азаматтар болса, біраз уақыттан кейін екі тілде сөйлейтіндердің саны көбейеді деген болжам бар. Ұққанымыз мәселе үш тілділікке деген қарсылықта емес, оны мектепке енгізуде болып отыр. Оны қай жастан бастап енгізу жөнінде? 5-ші сыныптан бастап кеңес үкіметінде де шет тілін кіргізетін тұғын. Алаштың өздері ақылды адамдар ғой, сол уақыттардағы олардың өздері айтты, бастауыш мектептердің бастауыш сыныптардың бәрі тек қана ұлт тілінде оқу керек. Бүкіл дүние жүзінде 12 жастан кейін барып басқа тілді енгізеді. Түйгеніміз, тәуелсіздік алған 25 жылда елімізге тілге қатысты либералды саясат жүргізілді. Ол жемісін берді. Әлеуметтанушылар либералды саясаттан инструменталды саясатқа көшу керек дегенді алға тартады. Бұл бөлек әңгіме. Либералды саясат демекші, тәуелсіздік жылдары қазақ тілі ешқандай қақтығыссыз қоғам санасынан орын алды. Қазір өзге ұлт өкілдері қазақ тілінің позицияларына таласпайды. Қоғамда ондай жағдаяттар өте сирек кездеседі. Бір қызығын қараңыз. Осы либералды саясат қоғамды оятты. Осы тыныштық кезіндегі қазақ тілі ақырындап, дамып, әртүрлі қоғамның саласында әйтеуір бірде жетіп, бірде жетілмей әйтеуір қолданылып, жаңа ұрпақ тәрбиеленді, қазақша ойлағысы келетін, қазақша сөйлегісі келетін, қазақша жүріс-тұрысын өзгерткісі келетін, менталитетін өзгерткісі келетін жастардың саны өте көп қазір. Мемлекет тарапынан тілді үйрену үшін барлық жағдай жасалды. Мемлекеттік органдарға өз қарамағындағыларға қазақ тілін үйрету курстарын ұйымдастыру міндеттелген. Алматы қаласының әкімдігінде 1300-ге жуық қызметкер болатын болса, шамамен соның 700-ден астамы, мысалы айтайық, қазақ тілі курстарына тіркеліп, қазақ тілі курстары жылына 120 сағат, аптасына 4 сағат, жұмыс уақытында барлық мекемелерде кабинеттер ұйымдастырылған, барлығына арнайы оқытушылар жіберілген кесте бойынша сабақ өтеді. Енді сабақ өтеді 3 деңгейде. 3 деңгейде өткізіп келе жатырмыз. Демографиялық жағдай жақсарды. Қазақ саны артқан сайын қазақ тілділер көбейеді. 91 жылы орыс мектебіне баратындардың пайызы 65, қазақ мектебіне баратындар 35 тұғын. Соңғы статистикалық мәлімет бойынша қазақ мектебіне баратындар 70%, орыс мектебіне баратындар 30%. Бұл өте жақсы. Былтыр 89% бірінші сыныпқа барғандар қазақ мектебіне берді.
Қазақстанда әр ұлттың өкіліне еркіндік, теңдік берілген. Өз ана тілінде оқиды, әдет ғұрпын, салт дәстүрін дамытады. Ана тіл деген әркімнің өзі үшін керек. Ол жалпы ұғым, әркімнің өзінің ана тілі бар, ал енді мемлекеттің тілі ол жалпы ұғым. Қоғамда қазақ тілін қолдауға, дамытуға арналған ұйымдар көбейді. Соның бірі әрі бірегейі Болашақ корпоративтік қоры. 2001 жылы құрылған үкіметтік емес ұйым Голливуд туындыларын қазақ тілінде дыбыстап келеді. Мәселен, осы уақыт аралығында әлемге әйгілі 20 фильм және мультфильмді қазақша сөйлеткен. Олардың ішінде Жаңа өрмекші адам, Монстрлар университеті, Күлбеке, Көліктер, Джунгли кітабы, Муана сынды әлемге әйгілі туындылар бар. Қайран қалып тұрам мен суға қарап, ғажап нені іздеймін, бірақ соны білмеймін. Мен Муана мультфильмінде Муана бейнесін дыбыстадым. Қайтадан суға жеткен. Маған бұл мультфильм өте қатты ұнады. Және де мультфильмдегі менің дыбыстаған кейіпкерім Муана. Бұл қыз өте өжет қыз. Қайсар, ақылды деп айтсам да болады, өзінің елі үшін, өзінің аралы үшін көптеген қиындықтарға дайын. Бұл кейіпкермен менің ұқсастығым жоқ деп айта алмаймын, себебі ұқсаған жерлері кішкене ызаланғыш болып келетін жерлері ұқсайды. Ал енді қайығыма отырасың да. Кім көрінгенмен тефетиге бармайды. Лично мои дети, я мама 3 детей, когда они впервые пришли. Мен 3 баланың анасымын. Олар алғаш рет кинотеатрдан Батыл жүрек туындысын қазақ тілінде тамашалады. Қызығы балаларым оны қазақ мультфильм екен деп ойлаған. Олар маған ана, қандай керемет қазақша мультик дейді. Мен оларға бұл қазақша сөйлеген Диснейдің туындысы екенін айтқанымда олар сенбеді. Менің ұққаным балалар қазақша дыбысталған фильмдерді ерекше ықыласпен көреді. Содан ләззат алып келесі туындыны асыға күтеді. Елімізде кинотеатрларда көрсетілетін фильмдерге қатысты 2012 жылы шыққан мәдениет жөніндегі заң бар. Онда Қазақстанда үлкен экранға шыққан картиналардың барлығы мемлекеттік тілге аударылуы тиіс делінген. Өкінішке орай мемлекеттің бұл талабы да елеусіз қалып отыр. Мұның себебін мамандар фильмді дубляждауға қажетті қаржы мәселесінің әлі күнге дейін шешімі табылмағанын көлденең тартады. Күрмеуі қиын мәселенің ресми түрде шешілуін күтпей демеуші тауып, қазақ тілді көрермен санын арттыруға атсалысып жүрген Болашақ корпоративтік қорының еңбегі ұшан теңіз десек артық айтпаспыз. 2011 жылдан бастап 661 миллион теңге көлемінде қаржы жұмсап, өскелең ұрпақтың ана тіліне деген қызығушылығын арттыруды көздеген жоба Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбектің бастамасымен қолға алынған. В Казахстане 2 сертифицированные студии. Қазіргі таңда Қазақстанда әлемге әйгілі Disney, Sony Pictures, Marvel сынды сапа стандарттары мен қауіпсіздік талаптарына сай келетін кәсіби деңгейі жоғары 2 сертификатталған студия бар. Бірі Алматыда орналасқан Синематон студиясы болса, екіншісі Астанадағы Арай Медиа Групп студиясы. Арай Медианың қолтаңбасынан бұл шатаспасам 20 шақты Голливудтық өнімдер, Диснейдің өнімдері қазақшаланып, дыбысталып, көрерменге жол тартып жатыр. Бұл өте қуантарлық жағдай. Бұл біздің мемлекет тілді дамытуға өте үлкен әсері бар, ықпалы бар жоба. Сондықтан бұндай дүниелер өте көп болу керек. Бұл музыкалық болуы мүмкін, музыкалық болмауы мүмкін, бірақ қазақ тіліне аударылу керек. Жобаның тағы бір жетістігі Тимур Бекмамбетовтың Алғашқылар дәуірі атты фильмінің толыққанды дыбысталуының Қазақстанда жасалуы. Әдетте Лондонда жасалатын дейді Динара Шайжинісова. Вкладывают уже вот эту речь. Әртістер фильмнің түпнұсқасын дыбыстаған кезде туынды тура қазақ тілінде түсірілген сияқты болып шығады. Фильм кейіпкерлері қазақша сөйлеп тұрған сияқты әсер аласыз. Айта кетерлік, егер сіз Америка, Голландия, Қытай, Малайзияда тұрсаңыз да, бұл дисктерді қазақ тілінде көре аласыз. Өзінен баста қазақша сөйле. Өзіңнен баста қазақша сөйле. Өзіңнен бастап қазақша сөйле. Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Демек, болашақтықтар қолға алған бірегей жоба төл тіліміз бен ұлттық мәдениетімізді, өнерімізді шетелде де сақтап қалуға ықпал етіп жатыр. Бұл қуанышты жағдай. Мықтап ұстаңдар! Ұстағым келмей! Сонымен мәңгілік елдің мемлекеттік тілі қазақ тілі болып қалу үшін не істеу керек? Біз қазір өзіміз тәуелсіздік алғаннан кейін барып, жаңағы аудармалар, жаңағы тілдік мәселені сол күні айтылды ма, 5 күннен кейін барып парламентте қаралу керек.
6-шы күні заң қабылдану керек, 7-ші күні прокуратура тексеру керек. Жарнама саласында мынау нормативтік құқықтық негіздемені реттеуіміз керек. Қазақтың тілі Қазақстандағы тұрғындардың барлығына ортақ тіл. Оны біз барлығымызды білуге де, сөйлеуге де, қолдануға да азаматтық борышымыз. Қазақ тілін тек қана пән ретінде оқытпау керек, ол қазақ тілі сіздің болашақтағы кәсіби біліктілігіңіздің бір компоненті деп оқыту керек. Қорыта айтқанда, мемлекеттік тіл саясатына жауапты органдар мықты жұмыс жасап, үнемі сараптама жүргізіп отыру керек. Қоғамдық ой-пікірді дұрыс арнаға бағыттайтын шаралар ұйымдастырылып, идеологиялық жұмыстарды күшейту керек. Өйткені тіл ұлттың жаны, ал ұлт болашағы ана тілінде.